Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құйрылағман қуырмашының үй жағдайындағы дайындалу әдісімен бөлісемін. Бұл тағамға керек көкөністерден пекин қырыққабаты, қызыл-жасыл бұрыш, қызанақ, пияз, чеснок және ет керек. Біз алдыменен етті сәл үлкендеу етіп, барынша жұқа қылып турап аламыз, және басқа көкөністерді де көлемі бірдей болатындай етіп турап аламыз. Пекин қырыққабатының жапырақтарын алып тастаймыз да ортасындағы қатты өзегін тураймыз. Енді қазанымызды отқа қойып, сұйық май құйып, әбден қыздырып алғаннан кейін етті салып қуырамыз. Ет жартылай піскен кезде чеснокты саламыз және бір ас қасық соя сұйықтығын құямыз. Ет әбден піскен кезде үстіне туралған көкөністерімізді рет-ретімен салып, бірер минуттан қуырып аламыз. Сосын дәмдеуіштерді саламыз. Қара бұрыш, сары бұрыш, қызанақ пастасы, соя сұйықтығы, тұз және басқа да дәмдеуіштерді қалауыңызша қосуыңызға болады. Сосын аздап су құйып, қақпағын жауып, бірнеше минутқа пісіріп аламыз. Мінекей қуырмашымыз пісіп дайын болды. Енді ыдысқа салып, столға ұсына беруімізге болады. Лағман тестасының дайындалу әдісімен алдыңғы видеоларымда бөліскен болатынмын. Каналыма өтіп, асықпай көріп алуыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.